Қыздарға таптырмас кеңестер. Тері күтімі үшін аздаған шипалы өсімдік пен су жеткілікті. Жылдардан бері келе жатқан шипалы өсімдіктермен емдеу әдісі деген сұраныс әлі күнге дейін сақталған. Бірінші, тері. Бір қалыпты күйінде сақталу үшін жарты килограмм жүзім суын бетке жағып, 10 минут күткеннен кейін бір шай қасық ас содасы араластырылған сумен жуылады. Екінші, бет терісінде қара түйіршіктер, дақтар, саз балшық, бал қоспасы арқылы оңай кетіріледі. Қоспа бетке жағылып, жарты сағаттан кейін жуылады да ылғалдандырылған сүлгімен сүртілуі керек. Үшінші, уақ тесікті тері үшін сазды топырақ немесе сәбі шырын бетке жағылып, 1 сағаттан кейін жуылады. Төртінші, теріге әсемдік беру үшін 1 қасық бал мен 1 жұмыртқа ақуызы жақсылап араластырылып бетке жағылады. 5 минут күткен соң алақанмен бет терісі бастырылып тартылады. Бұл процесс 4-5 рет қайталанып, салқын сумен жуылады. Бет терісінің табиғилығын сақтап қалу үшін бұл таптырмас кеңес болып табылады.